Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте керемет бір тестодан 2 медовик дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, әлі де көп рецепттер болады. Ең алдыменен осылай балымызды 300 грамм бал, менде осыны водяной баняға қойып аламыз 20 минуттай. Содан соң ас содамызды салып, жақсылап араластырамыз. Менде сұйық бал болған еді, ол 300 граммға жетпеген соң осындай бал қостым. Қандай бал болса да бола береді, сұйық бал болса да, қою бал болса да. Менің балым жақсы еріді. Енді ас содасын салып, жақсылап араластырып аламыз. Осылай 2 есе көтерілгенше. Содан соң бөлме температурасындағы сары май немесе маргаринімізді алып, жақсылап араластырып аламыз. Мінекей сары майымыз еруге жақын қалды. Енді оған дейін біз жұмыртқаларымызды қантымызбен жақсылап араластырып аламыз, аппақ масса болғанша. Қантымыз міндетті түрде еру керек. 10 минуттай миксермен жақсылап араластырып аламыз. Енді балымызды саламыз, манағы сармайымызбен араластырған. Жақсылап араластырып, ұнымызды електен өткізіп аламыз міндетті түрде. Осылай жұмыртқалы массамызға араластырып, ұнымызды салатын боламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіңіздер, сонда қамырымыз жақсы көтерілетін болады. Осылай жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Осындай масса болады бізде қоюлығы. Содан соң алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз. Пергамент қағазымызға 2,5 ас қасықтан осындай тестімізді салатын боламыз. Және оны ұнның көмегімен қолымызбен басып формасын келтіретін боламыз. Оқтауды қажет етпейді. Тез-тезден 7 минуттан пісіріп алатын боламыз. Осылай жасап аламыз. Неке пісіп шықты. Қарап тұрмасаңыздар күйіп кету мүмкін, өйткені тез пісетін болады. Менде формасы 22 сантиметр. Осылай барлығын пісіріп алатын боламыз. Сынбайды, өте жұмсақ болып шығады. Енді кремін дайындап аламыз. Өздеріңіздің қалаған кремдеріңізді пайдалансаңыздар болады. Сметанный крем немесе сары маймен сгущенка араластырып. Мен сливки пайдаландым, яғни менде пломбирный крем пайдаландым. Осылай сливкиімізді, мұздай сливкиімізді жақсылап араластырып аламыз, қоюланғанша. Содан соң қойытылған сүтімізді, яғни сгущенкамызды салатын боламыз. Осыған сахарный пудра салсаңыздар да болады. Сгущенкамен өте дәмді крем шығады. 2 тортқа болғандықтан мен 600 грамм крем пайдаландым. Толықтай жетеді 2 тортқа. Неке корждарымыз дайын болды. Менде 8 штук шықты. Енді осыдан 2 торт дайындайтын боламыз. Торттарымызды жинаймыз. Осылай кольцоға арнайы
кремі қатты көп те емес, аз да емес, орташа қылып осылай салып шығатын боламыз. Мінекей тортымды жинап болдым. Енді осылай 1 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Екінші тортымды да дәл осылай жинап салып қойдым. Мінекей торттарымыз дайын, екеуі де өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, үй іштеріңізді қуантыңыздар. Өте жұмсақ, шайменен өте күшті кетеді. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған аспаз келін. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.